Қазақ филология ғылымының тарихында бірінші болып профессор атағына ие болған, қазақтың ұлттық тіл білімінің теориялық негізін қалаған бірден-бір ғұлама, халқының аяулы перзенті Абзал Азамат Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың атқарған қыруар істері, соның бәрін 38 жасқа толмай-ақ тындырды десек, ғажап қайраткерлердің айтқан дәлелі бола түседі. Профессор Құдайберген Жұбанов 20-30 жылдарда қазақ тіл білімінің практикалық мәселелерімен барынша терең шұғылданды және елеулі нәтижелерге ие болды. Жаңа латын алфавиті мен орфографиясын жасауға, қазіргі қазақ тіл білімінде уақыт өтсе де маңызын жоймаған тың терминологияның басты принциптерін белгілеуге, қазтұрып қалыптасып келе жатқан қазақ мектебіне лайықты оқу әдістемелік құралдарын ғылыми тұрғыдан қайтадан құрастыруға күш салды. Елдің халық ағарту тарихында ғылыми негізделген тұңғыш грамматика мен қазақ тілінің мемлекеттік бағдарламасын жасаған ғалым, педагог ретінде орын алды. Тіл білімі саласында академиялық сипаттағы алғашқы монографиялық зерттеулердің авторы, төлбасы лингвист болып танылды. 38 жасқа да толмаған, тұтқындалуға дейін Алматы қаласындағы Красин көшесінің номері 47-ші үйінде тұрған Қазақ педагогикалық институтының тілші профессорын атуға не себеп болғаны 1938 жылдың 25 ақпанында өткен КСРО жоғарғы соты әскери алқасының үкімінде айтылады. Кеңес үкіметін құлатуды, Қазақстанды КСРОдан қарулы күшпен бөліп алуды алдына мақсат етіп қойған революцияға қарсы буржуазиялық, ұлттық көтерілісшіл, террористік және диверсиялық зиянкестік ұйымға белсенді қатысқан үшін қылмыстық айыпталудың жоғарғы шегі атылуға барлық өзіне тиесілі мүлкін тәркілей отырып бұйырылды. Халық ағарту ісінде аянбай еңбек еткен Құдайберген Қуанұлы Жұбановты абақтыға алып кетер сәтте артында 6 бірдей бала шағасы мен жұбайы Раушан зар еңіреп қалды. Осы сәтте тұңғышы Мүслима 12 жаста, ал сүт кенжесі Асқардың туылғанына 6 күн ғана болатын. Араға 20 жылдай уақыт салып, 1957 жылдың 3 қазанындағы КСРО жоғарғы сотының әскери алқасы бұл істі қайтадан қарады. КСРО жоғарғы соты әскери алқасының сот құрамына төрағалық етуші әділет полковнигі Александр Костромин қол қойған 1957 жылдың 15 қазанындағы номері 03-949 анықтамасында былай делінген. 1937 жылдың 19 қарашасында абақтыға жабылғанға дейін Қазақ педагогикалық институтының тілші профессоры болып жұмыс істеген Құдайберген Жұбановты айыптау жөніндегі іс 1957 жылдың 3 қазанында КСРО жоғарғы сотының әскери алқасында қайтадан қаралды. 1938 жылдың ақпанындағы әскери алқаның үкімі жаңадан ашылған жағдайларға байланысты бұзылды және іс қылмыстық құрамы жоқ болғандықтан тоқтатылады. Құдайберген Жұбанов өлгеннен кейін ақталды.